Баршаңызға сәлем, Тоқымаш Жолмекен YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта біздер осындай әдемі клубника прихваткілерін тоқып үйренетін боламыз. Сіздер бұл клубникаларды той шашуларға тоқып алсаңыз болады. Екі қабатталып тоқылады осылай, немесе үйлеріңізге әдемі қылып пайдалансаңыздар болады. Бұны тұт ұстағыш деп те атайды. Егер сіз тоқымаға қызықсаңыз, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Жаңа сабақтар шығарып отыратын боламын. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Мен 100% акрил жүгін қолданамын және соған орай 3-тік нөмірлі крючокты пайдаланатын боламын. Мен осында екі түрлі түсті жіпті таңдадым. Және ең бірінші біз жасыл жіптен бастайтын боламыз. Яғни жібімізді алып, сұқ саусағымыздың көмегімен шеңбер жасап, осы жерден жіпті крючокқа іліп аламыз. Мына жерінен бастап тоқитын боламыз. Енді ары қарай 18 воздушная петля тереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Теріп алдық мінекей. Енді бірінші тұрған петлямен біріктіреміз. Мына тұрған бірінші петлямен жай ғана біріктіру арқылы өтеміз. Екінші ілмектен өткіземіз. Мына жіпті ұстап тұрамыз да, осы жерден бір воздушная петля көтереміз. Мінекей. Енді кольцоның ішінен, мына шеңбердің ішінен 26 столбик без накид тоқып шығамыз. 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ары қарай осылай жалғастыра береміз. 26 столбик без накида тоқып шықтым. Енді мұна үстінен қарағандағы бірінші петлямен біріктіреміз. Екі қабырғасымен бірге жай ғана біріктіреміз. Бірінші қатар аяқталды. Екінші қатарда 3 бос ілмек көтереміз осылай. Жібімізді крючокқа орап, енді әрбір петлядан бір столбик с накидін тоқып шығамыз. Келесі петляға 1 столбик с накидін тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидін тоқимыз. Яғни мана 26 столбик без накида тоқыдық қой, соның әрбіреуіне бір столбик с накидін тоққанда, осы 26 столбик без накиданы 26 столбик с накидін тоқып шығамыз екінші қатарда. Мінекей. Келесі петля 1 столбик с накидім. Осылайша 26 столбик с накидімді мына жергеден тоқып шығайық. Мінекей мен барлығы 26 столбик с накидін тоқып шықтым. Және мына үстінен қарағанда бірінші петлямен біріктіреміз. Мінекей. Үшінші қатарда дәл солай 3 бос ілмек теріп аламыз. Және дәл осы петлядан 1 столбик с накидін тоқимыз. Бізде 1, 2 болды. Енді келесі петляларға бір столбик с накидімнен осы бір жақ қапталына барлығы 13 столбик с накидін тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 және 13 столбиксін әкелдім. Бірінші қапталы бізде осылай 13 столбик болады. Енді екі бос ілмек көтереміз. Екеу. Келесі қапталына, яғни келесі петлядан бастап, мынадан кейінгі келесі петлядан бастап, тағы да 13 столбиксін әкелдім тоқимыз. Біреу. Келесі петляға екінші столбиксін әкелдім. Келесі петляға үшінші столбиксін әкелдім. Келесі петляға төртінші столбиксін әкелдім. Келесі петляға бесінші столбиксін әкелдім. Алтыншы столбиксін әкелдім. Жетінші столбиксін әкелдім. Келесі петляға сегізінші столбиксін әкелдім. Келесі петляға 9-шы столбиксін әкелдім. Келесі петляға 10-шы столбиксін әкелдім. Келесі петляға 11-ші столбиксін әкелдім. Келесі петляға 12-ші столбиксін әкелдім. Және мына петляға 13-ші столбиксін әкелдім. Сонда бізде мына жерде екі бос ілмек көтердік, дәл солай тағы да екі бос ілмек көтереміз. Енді мына қапталынан қарағандағы үшінші бос ілмекке, үшінші петляға осылай біріктіріп аламыз. Үш бос ілмек көтереміз. Енді біздер әрбір петляға екі-екіден тоқимыз. Дәл осы петляға бір столбиксін әкелдім тоқимыз. Сонда бізде екеу болды. Келесі петляға екеуін тоқимыз. Біреу. Дәл осы петляға тағы екінші столбиксін әкелдім тоқимыз. Төрт столбик болды сонда бізде. Мына петляға, яғни әрбір петляға екеуден тоқимыз. Столбиксін әкелдім. Біреу. Және дәл осы петляға тағы екінші столбиксін әкелдім тоқимыз. Сонда біз мына жерге дейін екі еселеп 26 столбиксін әкелдім тоқып шығамыз. Мен 24, 25-ші столбиксін әкелдім. Дәл осы петляға 26-шы столбиксін әкелдім. Жаңағы 13 столбиксін әкелдім де екі еселедік. Сонда 26 столбиксін әкелдім тоқып шықтым. Енді мына жерге біз үнемі екі бос ілмекті теріп отырамыз. Екі қапталы яғни. Екінші қапталында да дәл солай әрбір петляға екі столбиксін әкелдім. 26 столбиксін әкелдім тоқып шығамыз. Біреу. Дәл осы петляға екінші столбиксін әкелдім. Келесі петляға да дәл солай екі столбиксін әкелдім. Біреу. Осы петляға екінші столбиксін әкелдім тоқимыз. Келесі петляға да бірінші столбиксін әкелдім. Осы петляға екінші столбиксін әкелдім тоқимыз. Келесі петляға бірінші столбиксін әкелдім. Осы петляға екінші столбиксін әкелдім тоқимыз. Келесі петляға да бірінші столбиксін әкелдім. Және дәл осы петляға екінші столбиксін әкелдім тоқимыз. Келесіне де дәл солай әрбір петляға екі-екіден мына жерге дейін 26 столбиксін әкелдім тоқып шығамыз. Мен қатардың аяғына келдім. Осы жерден үнемі екі бос ілмек теріп отырамыз. Енді біздер мына жасыл жерін болдық. Ары қарай осылай шығады екі қабатты алғанда. Мына екінші түстегі жерін тоқитын боламыз. Мен мына жасыл жіпті қиып тастаймын. Және оған екінші түстегі жіпті байлайтын боламын. Байлап аламын осыған. Осылай.
Енді ары қарай тоқымамызды жалғастырамыз. Екі бос ілмек теріп алдым мен. Енді ары қарата ешқандай біріктіру орындамаймыз, біріктірмейміз, жалғастырып кете береміз. Ары қарай жалғастырып кете береміз. Мына екі столбиктің арасынан, әрбір екі столбиктің арасынан 3 столбик накидына тоқ отырамыз. Жібімізді крючокқа орап аламыз. Мінекей мына екі столбикті тастаймыз да, осының ортасынан бірінші столбик, мінекей бірінші столбик накидім. Және дәл осы жерден екінші столбик накидім. Дәл осы жерден үшінші столбик накидім. Енді келесі екі столбик тастаймыз да, содан кейін екі столбиктен кейінгі тесіктен дәл осылай 3 столбик накидін тоқимыз. Біреу, дәл осы жерден екінші столбик накидім. Дәл осы тесіктен үшінші столбик накидін тоқимыз. Мінекей, әрбір екі столбиктен кейін тоқып отырамыз. Біреу, дәл осы жерден екінші столбик накидім. Дәл осы жерден үшінші столбик накидін тоқимыз. Мінекей, міне мынадай, мына екі столбик накидімнің араларынан 3 столбик накидін тоқып отырамыз. Келесі, мінекей екі столбик тастадық. Екі столбиктен кейін мына жерге, мінекей мына жерге, әрбір столбиктердің арасына, екі столбиктің арасына мына жерге дейін тоқимыз. Мінекей мен соңғы екі столбиктің ортасына келдім. Біреу, екеу, үшеу, үш столбик накидін тоқып аламыз. Енді мына екі бос ілмекті тереміз. Екеу. Жібімізді крючокқа орап, енді екі столбик накидім араларынан тағы да дәл осылай 3 столбик накидін тоқып шығып отырамыз. Дәл осылай мына жерге дейін тоқимыз. Яғни неғру тесікке дейін 3 столбик накидін тоқимыз. Мінекей мен осылай бірінші қатарды аяқтап қалдым. Және соңғы тесікке келдім. Бірінші столбик накидім, екінші столбик накидім, және үшінші столбик накидім. Бірінші қатар аяқталды. Енді екі бос ілмек көтереміз. Ары қарата дәл мына екі қапталынан екі бос ілмек көтеріп отырамыз. Енді ары қарай енді мына 3 столбиктердің арасынан дәл осылай 3 столбик накидін шығарып отырамыз. Қатарды біріктірмейміз, бірден жалғастырып кетеміз. Мына жерден 3 столбик накидін тоқимыз. Біреу, екеу, осы жерден, дәл осы жерден үшінші столбик накидім. Енді келесі тесік, мінекей 3 столбиктен кейін біреу, дәл осы жерден екінші столбик накидім, дәл осы жерден үшінші столбик накидін тоқимыз. Келесі мінекей көрініп тұр. Бірінші столбик накидім, екінші столбик накидім, және осы жерден үшінші столбик накидін тоқимыз. Мінекей. Мына жерге дейін, мына тесікке дейін дәл осылай 3 столбиктен тоқып шығамыз. Мінекей мен бірінші қапталын бітірдім. Осы жерге екі бос ілмекті тоқып отырамыз, ұмытпаймыз. Жіпті крючокқа ораймыз. Келесі тесік мінекей дәл осылай қабатталатын болады. Және келесі бетіне өтеміз. Бірінші столбик накидім, екінші столбик накидім, үшінші столбик накидім.
Және келесі тесік мінекей 3 столбиктен кейінгі тесікке дәл солай 3 столбик накидін тоқимыз. Біреу, екеу, осы жерден 3-ші столбик накидін шығарамыз. Мінекей мына тесікке де дәл солай 3 столбик накидін шығарамыз. Біреу, екеу, үшеу, және келесі 3 столбиктен кейінгі тесікке де дәл солай 2-ші столбик накидім, 3-ші столбик накидім. Келесіне де дәл солай өзгермейді. Әрбір тесікке 3 столбик накидіммен тоқып шығамыз. Мінекей мен соңғы тесікке келдім. Осы жерге де 3 столбик накидін тоқимыз. 2-ші столбик накидім. Дәл осы жерден 3-ші столбик накидін шығарамыз. Енді 2 бос ілмек көтеріп отырамыз. Біреу, екеу. Ары қарай осылай қайырлатын болады. Бізде бүктелетін болады. 2 жақ беті. Енді мынаған қараймыз. Біздер жаңа бірінші қатарды осылай тоқыдық, және екінші қатарды да дәл осылай тоқыдық. Енді үшінші қатар ары қарай осылай кете беретін болады. Яғни 2 бос ілмек теріп отырамыз. 2 жақ қапталынан осылай бізде өзі қысқара беретін болады. Яғни мына жерден қарағанда 2 мынадай столбиктер қалу керек. Сол жерге дейін біз өзіміз тоқып шығамыз. Яғни 2 қапталындағы 2 бос ілмекті теруді ұмытпаймыз. Жіпті крючокқа орап, қатарымызды біріктірмейміз. Осылай әрбір тесіктен 3 столбик накидімнен тоқып отырамыз да, мына жерге келгенде 2 бос ілмек тоқимыз. Және дәл солай әрбір тесіктен 3 столбик накидімнен келгенде, мына жерге келгенде 2 бос ілмек тереміз, және келесі қатарды да солай жалғастырып кетеміз. Мына 2 қапталындағы 2 бос ілмектерді көтеріп отыруды ұмытпаймыз. Және қатарды біз біріктірмейміз, тек жалғастырып кете береміз. Сол кезде мынада 2 столбиктер қалу керек. Мінекей мен осылай тоқып келіп, мына 3 столбиктер қалғанша тоқыдым. Енді ары қарай жалғастырамыз. Мына жердегі 2 бос ілмегін теріп аламыз қапталындағы. Біреу, екеу. Жібімізді крючокқа ораймыз. Мына жердегі тесікке 3 столбик накидімді тоқып жалғастырып кетеміз. Біреу, екеу, үшеу. Яғни үшеуін бір тесіктен шығардық. Келесі тесікке біреу, екеу, үшеу. Мінекей, манағы 3 столбигіміз бізде уже екеу болып қысқарып қалды. Біреу, екеу. Енді келесі бетіне өту үшін 2 бос ілмек тереміз. Келесі бетіне өтеміз. Осы жерден 3 столбик накидін тоқимыз. Біреу, екеу, 3-ші столбик накидім. Және келесі тесіктен де дәл солай 3 столбик накидін тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Мінекей бізде 2 столбиктер қалды. Мына жағынан да 2 қалды. Мына жағынан да 2 қалды. Ары қарай 2 бос ілмек тереміз. Мына қапталында 2 бос ілмек теріп отырамыз. Біреу, екеу. Енді мына тесіктен, мінекей, мына жерден біз енді 1
мына екі жағынан біреуден тоқимыз енді. Яғни осы жерден бір столбик сызна кидім, осы жерден екінші столбик сызна кидім, және үшінші столбик сызна кидім. Осы үш столбик сызна кидімнің біреуі ғана шықты бізде. Және келесі бетіне өту үшін екі бос ілмек тереміз. Мінекей мына қапталындағы бос ілмек осылай тұрады. Және мына тесіктен енді үш столбик сызна кидімнің біреуін тоқимыз. Біреу, екеу, және үшінші столбик сызна кидім. Мінекей бізде екі жағынан да осылай біреуден шықты. Енді екінші қапталына өту үшін екі бос ілмек теріп аламыз да, мына бірінші столбиктің петлясымен біріктіреміз. Екінші ілмектен өткіземіз. Және беку үшін бір бос ілмек тереміз де жүгімізді қиып тастаймыз. Жақсылап тартып бекітеміз. Осы жерден осындай әдемі клубника прихваткамыз дайын болды бізде. Енді мына жүгімізді бір бекітіп алып, сөгітіліп кетпеу үшін әрине бір бекітіп аламыз да, мына жіптердің арасынан өткізіп жасырып тастаймыз. Мінекей бізде дайын болды. Енді мына жеріндегі ілгішін дайындайтын боламыз. Яғни мына ілгішті дайындаймыз. Ол үшін маған осы жасыл жіп қажет болады. Оны біздер екі қабаттап, осындай кішкене ұзындау етіп, екі қабаттап аламыз. Қатты ұзын болып та керек емес. Яғни 16 бос ілмек тоқығанса жететін болса болды бізге. Және мынаның ортасын тауып аламыз, осылай мына жіпті іліп шығарамыз осы жерден. Және екі жіпті бірге қатарынан шығарамыз. Осы жерден 16 столбик петля тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Мінекей 16 петля теріп алдық. Және екінші жақ қапталындағы ортасын тауып алып, жіпті біріктіреміз. Және беку үшін бір бос ілмек осылай теріп аламыз. Жүгімізді тартып, осы жерден қиямыз. Жіпті алып тастаймыз. Және арғарата жақсылап тартамыз, бекітеміз. Жүгімізді байлаймыз, сөгітіліп кетпеу үшін. Осылай байлап, мына жерлерден жіптерімізді жасырып тастаймыз. Петлялардың арасынан крючоктың көмегімен жасырып тастаймыз осылай. Мына жіпті де мына петлялардың арасына жасырып тастаймыз. Мына жерлерден. Мінекей бізде осындай әдемі клубника прихваткаларымыз дайын болды. Осындай түстерінен тоқыдым мен. Сіздер де осы видеоға қарап тоқып алсаңыздар болады. Мына 3 прихватканы мен 26 столбикпен тоқыдым, ал мына прихватканы 24 столбикпен тоқыдым. Сол кезде сәл кіші размер шығады менде. Ал одан кішілерін тоқығыларыңыз келсе, 20 столбикпен тоқи берсеңіздер болады. Менің видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге тоқып шыққандарыңызға көп рахмет.